Күніңіз қалай балалар? Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілеймін. Біздер өткен сабақта биотехнология және денсаулық деген тақырыпты өткен болатынбыз. Сол себептен алдыңғы білімді еске түсірейік. Ол үшін тақтаға назар аударамыз. Тақтада балалар құрт және сүт тұр. Осыған қарай отырып, біздер өткен білім туралы ой қозғайық. Кәне кім айтады? Біз бұл суретте қолдың сүтін және де дүкеннің сүтін көріп тұрмыз. Бұның айырмашылығына тоқтай кетсек, қолдың сүтінің құрамында көптеген витаминдер бар, және де ол қолдың сүті 1-2 күнде ашып кетеді. Ал дүкеннің сүті көп күнге шыдап, яғни жылы жерде тұрса да көп күн ашымай тұрады. Және де екеуінің құрамдағы құндылығымен салыстырсақ, қолдың сүтінің құрамында көптеген витаминдер, минералдар және де былайша айтқанда ақуыздар көп. Ал дүкеннің сүтінде көбінесе концентрленген химиялық қоспалар витаминдерден қарағанда көбірек. Жақсы. Олар біз биотехнология ғылымының не екенін білмегеннің өзінде осындай керемет, мысалға құрттың жасалу технологиясын, сүтті сақтау технологияларын жақсы меңгерген және қазіргі уақытқа дейін жеткізіп кеткен. Мысалға бізде түрлі түсті құлпынай шықты. Мен ойымша бұл түрлі түсті құлпынайларды балаларды қызықтыру үшін және де көп өнім алу үшін пайдаланатын сияқты. Және де суретке қарап тұрсақ, құлпынайлар ірі-ірі. Бұл яғни өнім шаруашылығын көбейтуге, дамытуға әсер етеді. Өте жақсы. Кәне айта отырмын. Біздің суретте қызанақты көріп тұрмыз, және де оның қасында қызанақтың жалпылама айтқанда генетикасы деп айтуға болады. Біз бұл жерде қызанаққа яғни уколды егіп, оның генін өзгертіп жатқанын көріп жатырмыз. Яғни біз осы суретке қарап, бұл яғни гендік инженерия деп айтуға болады жалпылама. Өте жақсы. Енді сол тақтаға назар аударыңыздар. Мысалға түрлі түсті құлпынай, орам жапырақтар, қарбыз, қызанақ. Қарбыздың өзінің түсін қараңыздар, әртүрлі түсті. Жаңа 4-5 түсті мысалға қарбыздар шығып жатыр. Бұлардың барлығы гендік өзгеріске ұшыраған екен. Осыларға қарап отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не екен? Кәне болжап айтып жіберейік. Гендік инженерия туралы дейсіздер. Өте жақсы. Сабағымыздың тақырыбы гендік инженерия әдістері. Енді балалар, қазір оқулықтарыңызда 7-ші тапсырма бар. Сол 7-ші оқылым тапсырмасына назар аударып қараңыздар. Қарайыққане 1-ші топ ақпаратты сүзу. Яғни оқылған мәтін бойынша ең маңызды ақпаратты сүзгіде алып қалады да, қалған құбырға ағызып жібереді. Және не себептен сүзгіде алып қалды? Соны айтып өтесіздер. 2-ші топ мәтіннің жазылу стилі, ерекшелігі, құрылымын айтады. 3-ші топ бұл мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады. Ал 4-ші топ ақпаратты ұйымдастыру, яғни себеп-салдарлық диаграмма құрастырады. Ол үшін мен сіздерге балалар мынандай қағаз берейін, соған себеп-салдарлық диаграмманы сыза қойын. Жаңа бейнематериал екен, осы бойынша жұмыстанайық. Кестелер толтырамыз. 1-ші топ свод кестесін толтырады. 2-ші топ тәжірибесін жақсартып, одан әрі дамыту барысында табиғи ешкімізден айырылып қалуымыз мүмкін. Енді келесі сіздер осы инсерт кестесі туралы айта алыңыздар. Менің білетінім, ешкінің сүтінде дәрумендер бар. Ал жаңалық болғаны ешкі мен өрмекшіні бұдаланыстырғаннан бұл маған жаңалық болды. Аяқталды. Сау болыңыздар.